Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге температура жайлы пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Температура – организмнің қорғаныштық қызметі. Температура кезінде ағзада инфекциямен күресуге арналған маңызды биологиялық процестер жүреді. Сондықтан температураны жоюға емес, жеңіл өтуіне көмектесуіміз қажет. Қалай көмектесеміз? Бірінші кезекте дене қызуын алғашқы тәуліктерде дәрімен түсірмеуге тырысу. Иммунитетке жауапты табиғи интерферондар 39-39,5 градуста түзіледі. Егер температураны түсірсек, ауру ұзақтығы созылып, асқыныстар дамуы мүмкін. Яғни иммунитеттің инфекциямен күресуіне кедергі жасаймыз. Бірақ бала мазасыз температураны көтере алмай жатса, ибупрофен және парацетамол негізіндегі препараттарды қолдануға болады. Сондай-ақ балаға сұйықтық көбірек беру. Кез келген сұйықтық түрі жарай береді. Сорпа, су, жидектерден морс, компот, қайнатылған шиповник. Термен жоғалтқан электролиттерді қалпына келтіру үшін минералды су, боржоми, ессентуки берген жөн. Қабынуға қарсы әсері бар витаминдерден иммуномодулятор ретінде витамин D, витамин С-ні балаларға салмағына қарай берген жөн. Ауа параметрлерін реттеу. Бөлме температурасын 18-22 градустан, ылғалдылықты 40-60% болғаны дұрыс. Сондай-ақ дене қызуын түсіру үшін, егер бала аяқ-қолы ыстық, беті қызыл болса, денені сумен сүрту, яғни обтирание арқылы түсіруге болады. Обтирание кезінде спирт қолдануға болмайды. Ал баланың аяқ-қолы суық, бала аппақ болып дірілдесе, бұл кезде обтирание жасауға болмайды. Керісінше денені қыздырып, массаж жасап, жылы су беріп, аяғына шұлық кигіземіз. Ақпараттар сізге пайдалы болса, каналыма тіркеле кетіңіз. Ауырмаңыздар.